Адамдарға жүрегіңді аш. Талай рет опық жеп, жаныңа жара салса да тағы да бір байқап көр. Тұйық адам жүрегін сақтап жараланбауы да мүмкін. Бірақ ол өмірдің ең қызығын бекерге өткізіп алады. Шын бақыт, шын қуаныш айналып өтіп кетеді. Себебі рухтас жандармен араласпайынша өмір сырт қала береді. Бәріміз де қателесеміз, аузымыз күйеді. Біреу сатып кетсе өліп тірілгендей боламыз. Солай етті екен деп, жан баласына жуымай, ешкімді жолатпай, жүректі құлыптап тастама. Әлбетте, саяқ жүрген ыңғайлы, қауіпсіз, бірақ мұндай өмірден іш пысады. Ал жүрегіңнің егізін іздеу, кейде қателесу қалыпты жағдай. Әрине жүрек тағы да қан жылауы ықтимал. Дегенмен ет жақыныңды табу бір бақыт. Бәлкім біреулер сырт айналар. Әдетте сен күтпеген адамдар сөйтеді. Бірі кетсе, бірі қасыңда қалады. Рухтас адаммен әлемді қайта тану. Жүрек егізін табу, оған жан дүниеңдегі ғажапты көрсету деген нағыз өмір сүру. Жүрегіңді аш. Жүрегің дерттенеді деп қорқып жаныңды үрейдің зынданына сап қойғанша, шын сүйіп, шын жылағаның абзал. Автор Алина Ермолова.